Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Бүгін біз Астана онлайн жобасы аясында ақпарат пікірталас алаңына жиналып отырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз бүгінгі күннің өте өзекті мәселесінің бірі болып саналады. Ол қазіргі заман тәуекелдері тұсындағы отбасы мен білім беру ұйымы арасындағы ықпалдастық. Жалпы бала тәрбиесі отбасы институтын нығайту мәселелері Қазақстан қоғамы үшін аса өзекті болған және бола беретіні анық. Әсіресе қазіргі жаһандану заманында, цифрлы қоғам заманында көптеген құндылықтардың өзгеріп трансформацияға ұшырап жатқан заманында біз бала тәрбиесін алдыңғы орынға қойып, сол тәуекелдерді ескере отырып, өзіміздің іс-қимыл әрекетімізді әрине белгілі бір жүйеге келтіріп отыруымыз керек. Бүгінгі өзекті тақырыпты талқылау үшін біз студиямызға спикер ретінде бірнеше осы саланың, бала тәрбиесі саласының білікті мамандарын шақырдық. Сол спикерлерімізбен таныстырып қоюға рұқсат етіңіздер. Бірінші спикеріміз Егенбаева Бижан Құрманғалиқызы. Ол кісі көп жылдар оқу-ағарту министрлігі, бұрынғы білім және ғылым министрлігінде мектепке дейінгі тәрбие орталығының директоры болған, педагогика ғылымдарының кандидаты, қазір интеллектуал академиясының президенті. Жалпы балалар әдебиеті, балалар жазушылар, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Бижан Құрманғалиевна, қош келдіңіз. Келесі Үміт Томпайқызы, Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі балаларды ерте дамыту институтының ғылыми қызметкері. Дариман Фарида Амангелдіқызы, Ақмола облысы Қосшы қаласы Алтын дәм балабақшасының меңгерушісі. Қош келдіңіз. Аймаханова Айгүл Сұлтанбекқызы, осы балабақшаның әдіскері. Солай ғой, иә? Айгүл Сұлтанбекқызы, сізді де қарсы аламыз. Енді біздің осы белсенді ұзақ өмір сүру орталығының тұлғалары, азаматтары бізге ылғи осы пікірталас алаңына, диалог алаңдарға қатысып отырады. Бүгінгі мәселе бойынша өзінің ой пікірін айтуға тағы да Дүйсебайқызы Ләззат келісім беріп отыр. Бұл кісі күміс волонтер қозғалысының жетекшісі, үйлестірушісі, және Нұрпейісов Алданыш, ардагер ұстаз, болмысты баптау, абай іліміне саяхат деген тамаша кітаптың авторы. Басқаларыңызға да ой пікір білдірулеріңізге, осы диалогқа, осы пікірталасқа қатысуларға әбден мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан бүгінгі іс-шарамызды бастайық. Қазір барлық мынау камералар арқылы эфирге түсіріліп жатырмыз. Бұл барлық әлеуметтік желілер арқылы таралады. Тек бұл аудиторияның ішінде қалып қалмайды. Сондықтан өздеріңіздің осы мәселе төңірегіндегі ой пікірлеріңізді ашық, белсенді түрде айтуларыңызға сұраймын. Бижан Құрманғалиқызы, алғашқы сөз өзіңізге. Сіз енді осы жаңа мен айтып өттім, бала тәрбиесіне, оның ішінде балалар жазушысы ретінде көптеген мәселелерді көтеріп жүрсіз. Ұлттық құндылықтар академиясының бірінші орынбасары төрағаның осы мәселе төңірегінде өзіңіздің ой пікіріңізді айтсаңыз, ары қарай сосын талқылай жатармыз. Рахмет. Жақсы. Қош келдіңіздер. Әңгіме бәрімізге ортақ. Презентацияны қосып қойсаңыздар, қатысушылар өздерінің ой тұжырымын жасап отырар. Бұл тақырып өздеріңізге белгілі. Қазіргі қоғамда тәуекел көбейіп кетті. Ол тәуекел көбінесе біздің балалардың алдына шығып тұрады. Сондықтан біз осы әңгімеміз қоғам және қоғамда отбасы дегеннің айналасында болады. Өйткені білім саласы, тәрбие мәселесі ол осы саланың қызмет етіп отырған азаматтарымыздың өмірімен тікелей байланысты, қызметімен тікелей байланысты. Сондықтан тақырып өте өзекті. Біз қоғам туралы айтқанда, ол қоғамда кімдер дейміз? Қоғамда, қоғамда бүкіл
осы ортада тіршілік етіп отырған әрбір азамат оның мүшесі. Қоғам өзі үнемі өзгерісте болатын үлкен бір жүйе, күрделі жүйе. Осы қоғамның ішіндегі ең маңызды, ең шағын бір бөлшегі деп аламыз, көбінесе отбасын аламыз. Ал енді отбасындағы тәрбие, отбасындағы бүкіл отбасы мүшелерінің алдындағы жауапкершілік, оның барлығы біз айтып отырған бүгінгі әңгіменің арқауы. Ал енді отбасына бір тоқталатын болсақ, біз ары қарай жылжитын болсақ, келесі слайдты ауыстырыңыз. Жаңа айтып отырмыз, қоғамдағы өзгерістер бірінші отбасына әсер етеді. Ал отбасына әсері қайдан білеміз? Біріншіден, бүгінгі ақпараттық технологияның қарқынды дамуы. Екінші, мынау экономикалық жағынан даму. Одан кейін мына құндылықтардағы өзгерістер. Онымен бірге мына психологиялық бір сауаттылық деген мәселені көтеруіміз керек, өйткені әр отбасындағы әрбір оның мүшесінің бір-біріне қарым-қатынасы оның ең алдымен олардың көңіл күйіне байланысты. Солай ғой. Сондықтан осы мәселелердің айналасында біз қазір әңгімемізді өрбітетін болсақ, мен мынандай бір ортаға сұрақ тастар едім. Отбасындағы біз қазіргі өзгерістерді қалай сипаттай аламыз? Бүгінгі күнгі отбасының болып жатқан өзгерістерді. Неге өзгерістер деп тұрмын? Ол қоғамдағы өзгерістермен бірге болып жатқан өзгеріс. Егер біз оны атын атап, түсін түстеп айтатын болсақ, ендеше біз ол мәселенің сан қырынан ықпал етуге бір шешімін табуға мүмкіндіктер болады деп ойлаймын. Сондықтан сіздердің де мен ойларыңызды ортаға салғандарыңызды жөн көріп отырмын. Спикерлердің ортасында сіздер ол қандай өзгерістер деп біз атап айтатын болсақ? Смартфондар. Иә. Қазір ең басты мәселе бізде отбасында да, жалпы қоғамдағы біздің техника дамып жатыр, бір жағынан пайдалы да, екінші жағынан ол қоғамдағы отбасындағы бір кішкене тәрбиеге кішкене өзінің кедергілерін келтіреді. Жақсы, қандай шешім? Себебі мен ойлаймын, негізі отбасында ата-аналардың өзі дастарханда отырған кезде көреміз ғой, келіндеріміз, балаларымыз мынаны құшақтап отырып, тамақ ішіп отырып, тамақ жайында алады, ұстап отырады. Соны бір өзіміз әрдайым өзіміз отбасымызда тәрбиелесек баланы, дастарханға отырған кезде смартфонның бәрін өшіріп, шайбарақа күні бойғы кім немен айланысты, қандай әсер алды, неден әсер алды, кітап оқыды ма, қандай жағдай қоғамдағы бір саяси мәселе болсын, сондай нәрселерді ұлттық құндылықтарымызға, ұлттық тәрбиелерімізге тоқталып, сондай бір әңгіме өрбітетін болсақ, соны бір қалыптастыратын болсақ, сонда ойлаймын, мына смартфонның өзінің қай жерде пайдалану керек екенін өздері сол кезде түсінетін еді. Яғни әр адам смартфонды мынау қоғамдық орында отырғанда да, мысалы, қолдарында былай қарап отырады. Бәр жерде пайдаланады. Кешірім өтінем, дәретханаға кіргенде де алып кіретін адамдар бар ғой. Осы смартфонның дұрыс дамығаны, бірақ соны қай жерде қалай пайдалану керек екенін, соны дұрыс жолға қойсақ, тәрбие барысында дұрыс болар еді деп ойлаймын. Енді біз осыны ұсақтап көрейік. Біз жалпылама айтамыз. Шынымен де алып тастасақ, талап қойсақ, не болмаса, соның барлығына басқаша бір жауап беретіндей біз ізденістеміз ғой, бірақ нақтыласақ. Мысалы, жаңағы сіз айтып отырған бұл ақпараттық технологияның бұл күш алуы ғой енді, сіздің айтып отырғаныңыз. Енді осының бір қалай шешеміз деген мәселеге бір нақтылау бір жауап беріп көрейін мен. Сосын ойды жалғастырасыздар деп ойлаймын. Жалпы, смартфонмен жұмысты алатын болсақ. Біз смартфон емес, қазір енді жасанды интеллектімен жұмыс істеп кеттік қой оның ар жағында. Ендеше бұл жердегі шешім қалай болады? Біріншіден смартфонды қолданудың
қолданудың үлгісін көрсетсе деп ойлаймын. Ол үшін ата ана сол смартфоннан не көрсе, бала соны көретіндей. Бірақ өкінішке орай ата ана басқа нәрсе көреді, әлеуметтік желідегі түрлі жаңалықтарды, иә, ал бала басқа нәрсені көреді. Егер екеуіне ортақ нәрсені тауып алып қарайтын болса, онда смартфон сіздің шынымен де ортақ мүддеге жұмыс істейтін еді. Осы бір жағы. Екінші бір шешімі смартфон уақытын шектеу десек, біз байқасаңыздар, баланың қолынан алайын деп тұрсаңыз, шектейін деп тұрсаңыз, баланың психологиясында бір өзгерістер пайда болды. Ашуланшақ болды. Сол смартфон бірге туғандай жабысып, кәдімгідей біраз мінез көрсетеді, байқап отырсыздар оны, иә. Ендеше оның орнына сол уақытты баламен басқа әрекеттермен алмастырса, басқа да бір өнерге қатысты үйірмелермен, не болмаса тіпті тағы бір жолын айтар едім, балалармен бірге серуендеу, тіпті ең оңай жолы балалармен бір сәт ойнау керек. Бірақ оның бәрі қашан? Оның бәрі отбасында күнделікті әрекет жоспарланған жағдайда. Біз таңертең жұмысымызды жоспарлаймыз ғой. Таңертең сабаққа барамын, осы уақытқа дейін болам, одан кейін түскі ас болады. Міне, тура осы сияқты үйдегі әрекет тура осылай жоспарланса, онда баламен болатын уақыт шығады. Сол уақыт аралығында ол баламен әңгімелесу, не болмаса бірлесіп үстел үсті ойындарын ойнау, не болмаса тіпті бірге серуендеу деген нәрсе, егер әрқайсымыз отбасымызға қарасақ, осы бір ең керек нәрсені біз кейде орындамай жатамыз. Ең керек нәрсеге уақытымыз жетпей жатады. Керісінше оның орнын қонақтық бар, той-томалақ бар, басқа да бір қыдыру бар, өзіміздің жеке басымызға қатысты. Міне осылай деп айтар едім. Тағы да ой қоссаңыздар осы жерде. Отбасылық өзгерістер қалай болады екен? Енді біздер енді практикпіз ғой. Балабақшада жұмыс жасағаннан кейін біз мейлінше ата-анамен, баламен тікелей жұмыс жасаймыз, иә. Біздің балабақшамызда осындай бір әрекеттің алдын алу мақсатында дені сау бала бақытты ата-ана құшағында деген біз ашық кәдімгі қысқа мерзімдік жоба ұйымдастырғанбыз. Сол жобада өте қызықтысы ата-ана мен баланың рөлін ауыстыра отырып небір квест ойындар, ток-шоу өткіздік. Бір ең қызығы әсерлі болған ток-шоу әрекет және шындық деген болды. Сол әрекет және шындықты біз өткізген уақытында баласы ата-ана ретінде отырып өзінің анасына сұрақ қояды. Енді әрине біз ол баланы дайындадық. Сонда бала шындық жауапты естігісі келеді. Мама, мен жылағанда неге маған керейішке сатып алып бердіңіз? Болмаса неге сіз маған телефонды күн сағына көруге рұқсат еттіңіз? Деген сұрақтар көрдіңіз ой толғандырады. Сонда анасы тұрған уақытында біз көрдік тікелей шындықты, ол ата-ана білмейді сұрақты. Ата-ана таң қалды. Сонда айтады, балам, енді сен сұрағасын бердің ғой. Екіншісі айтады, балам, сен керешкеді күнде көп жемейсің ғой, анда-санда бір сұрағасын берем. Өзі әрқайсы бір жауапты ыңғайын табуынан. Сонда балаларға айт. Балалар біз алдын ала оқытып тәрбиеледік, сонда айтады, жоқ, мама дейді. Осы әрекеттің соңында біз ата-аналарға кәдімгі мына Жапон елдеріндегі, шет елдердегі, Сингапурдағы, Қытай еліндегі, Америкадағы болып жатқан видеоларды көрсеткен уақытында біздің бүлдіршіндер оны көріп алды. Содан кейін сондай ойға келіп тұр ғой, 5-6 жастағы балалар. Ата-ана видеоларды көрген уақытында отырып алып жылады. Сонда бір видео болды жапондық. Біздің кәдімгі қазақтың бір тиктокта түсірген, мамасының телефон ұстап тұрып тамақ жасап атқаны, әкесінің футбол қарап отқаны, болмаса кітап оқып отқаны емес, бір интернетті қарап отқаны. Сонда баласы келіп шешесіне бірінші, мама қарашы, мынаны қалай жасаймын, үй тапсырмасына көмектеші дегенде, баршаны әкеңе дейді. Өзі телефон құлағында тамақ істеп атады. Әкесіне келген уақытында әкесі айтады, балам, мен жаңа келдім, кішкене телевизор қарайшы, баршаны екқа деп. Сөйтіп бала бетіп кетіп қалады да, сонда мектепке келген уақытында апайы шығарма жазуға тапсырма береді. Сонда бір бала жазады, әттең мен смартфон, телефон болсам ғой. Мені анам күн сағына құшақтап қасында ұстар еді. Әкем мені күн сағына қасына ертіп киноға барар еді. Мені басымнан сипар еді, бетімнен сипар еді, мені күнде құшақтап сүйер еді дейді. Сонда ананы естіген ата-аналар ер азаматқа дейін жылады ғой сол жерде отырып.
сонда шындық деген осы. Сонда бір ер кісі тұрып балам кешір деп құшақтап, баласын құшақтап сол жерде соны көрдік. Одан кейін американдық кәдімгі видео каналдардан фастфудпенен кәдімгі мына құрамында бояғыш заттар бар, E концентранты бар, және ол шығарған өнімді шығарушылар бізге олардың кінәсі жоқ. Олар сыртына жазып береді. Мына өнімнің сырт ішінде қоспа бар, химиялық E концентрат бар, бояғыш заттар бар деп сізді ескертіп береді, ана темекі тартуға тыйым салады деген сияқты. Соны көре тұра ата-ана оқымайды да сауатсыздыққа барады ғой енді кейбір ата-ана. Дегенмен де сол керейішкиді, чипсиді, басқа фастфудтардың бәрін балаға алып береді. Соны бала компьютердің жаңағыдай смартфонның алдында отырып, соны жеп отырып, көп деген жаңағы біздің шетелдік әріптестеріміздің іс тәжірибесінен көрген уақытында баланың ерекше семіздігі, тоқтап кеткендігі, баланың қимылдай алмайтындығы, ой өрісінің төмендігі, міне осының бәрін көрген уақытында ата-ана тағы да ойланды. Сонда біздің өткізген ток-шоуымыз неге жетті? Ток-шоудың арқасында баламен үнемі сөйлесіп, ақылдасып, ортаға кеңеске шақыруға болатын жаста екендігін біз ата-анаға дәлелдедік. Көрдіңіз ба? Сонда заманның талабы дейді. Заман кәдімгідей өзінше дамып келе жатыр. Заманға әрекет ететін біз өзіміз. Көрдіңіз ба? Егер де көз ашық сауаттымыз, бәріміз оқығанбыз. Но сол сауаттылығымызды біз бала тәрбиесінде кішкене бір еріншектікпен жалқаулыққа салынып, еліктеушілікпенен ысыра саламыз. Соның салдарынан осындай әрекет болады деп айтқым келеді. Сондықтан біздің практикада осындай жақсы шындықпен әрекет деген ток-шоудың арқасында осы туындады. Ол ток-шоуды жүргізгенін білесіздер ме кімдер? Мектепалды дайындық топтың 5+ балалары жүргізуші болды. Осындай. Тамаша екен, өте қызық. Осы балақтап отбасындағы өзгеріс деп осыны айтуға болады. Осындай өзгеріс бұл болды. тәжірибе бәрімізге ұнады. Осындай эксперимент жасап көруге болады. Әрқайсымыз үйге барып. Расымен сол ғой. Мен жаңағы айтқаным сол. Барлығы тек қана смартфон. Бала қалады жайына. Күйеу де қалады, бала да қалады. Әйел өзімен өзі күйеу өзі. Бірақ оны барлығымыз Соның айтып бәрін енді- жатырмыз. Айтып жатырмыз оның Бір барлығын. арнаға қалай шешуге болады соны? Айта бер. Сосын бір айта кететін нәрсе, мен көп ата-аналарменен жиналыс өткен уақытында, ата-ана жиналысын шақырған уақытында мен үнемі айтам. Сіздер жастарсыздар. Сонда апай дұрыс айтасыз дейді. Сіздер жастарсыздар. Сіз мына біз күні бүгінге шейін айтып келе жатырмыз. Бала, ата-ана, педагог. Үштік бір болған уақытында бала тәрбиесінің тәрбие, білім беру емес, тәрбиесі бір тұтас болады. Ал егерде сіз байқамай үйіңізге барып, апайыңыздың бір кез қылығын көріп, телефонмен екінші бір құрбыңызға жамандап атсаңыз, бала оны құлағын шалып қалса, ол уже білет, бала великий психолог. Ол айтады, менің мамама апайым ұнамайды екен. Значит, бала не істейді? Қайткен күнде де тәрбиеші мен педагогпен анасын талыстырғанда кімді таңдайды? Анасын таңдайды. Сондықтан ойлайды, мен мамам садиктен келатқан уақытында балабақшадан, балам бүгін не жедің, апайым не деді, қалай десе, ол балада психологиялық тұрғыдан мынандай жауап келеді. Мен қазір апайым туралы бір жаман сөз айтсам, мамам мені одан да қатты жақсы көреді деп. Сонда айтам, енеңізді жамандасаңыз да, күйеуіңізді жамандасаңыз да, апайыңызды жамандасаңыз да, өтініш сақ болыңыз деймін. Ол бала отырған жерде. Бір жағдай болды. Екі бала топта бір-бірімен кішкене келіспей қалады да, сонда ата-анасын мен анасын шақырдым. Сосын айтқан, баланы коридорға отырса тұрсаңыз қалай болады деп едім, көнбеді. Жарайды, отыра берсін. Сонда кабинетке келгенде мен айтам, кім кішкене баланы былай бөлек оқшаулап ұстайық. Жоқ, қолына телефонды берді да, ана жерге отырысып қойды. Сонда қараңыз, 4+ бала, ата-анасы, мамасы айтып жатыр. Ішіндегі бүкіл әңгімесін айтып жатыр, жолдасын, семьясын, анаусын, мынаусын бәрін. Содан кейін апайына келген уақытында мен баланы қарап отырмын, ата-анасымен сөйлесіп отырмын. Біздің жұмысымыз сол ғой. Сонда ана бала, мен айтам, кішкене жайлап сөйлеңіз, балаңыз қазір естіп отырады ғой дегенде, жоқ, бала телефон қарап отыр дейді. Сосын болғаннан кейін мен айтам, кім, Әділет, сен кішкене шыға тұршы коридорға бара ғой деп. Жоқ, ол бала тыңдаған жоқ. Өйткені ол бала мамасының айтқан әңгімесін, маған айтқанын, сол бастан аяқ телефонды бүйтіп қарап отырып, ол біздің әңгімені тыңдап отыр. Көрдіңіз ба? Сосын мен мамасын айттым. Жаңағы айтқан әңгіменің бәрі мамасы сен өтірік айттыңыз ғой, ол шындық емес қой. Әділетке тек бізді тыңдады ма, тыңдамады ма, көрейік деп айттық.
солай ма әділет, ал жақсы бара ғой деп едік, ана бала деген секіріп кәдімгідей құтырып, одан сайын жаңағы энергиясы толып менің столыма астына шейін кіріп, сондай кәдімгі бір еріксіз эмоцияға беріліп кетті. Ана бір ауыз сөз балаға, ол кішкене тыңдады ма тыңдамады ма соны білейік дегеніміз ғой дегенде, сонда апайында өтірік жамандаған, мынаның да әңгіменің шын емес екендігін білген бала соған қуанған түрі, көрдіңіз ба? Біз енді соны қарап отырғанда мен айтам, көрдіңіз ба? Олай болмайды. Бала әр уақытта бір құлағымен сізді тыңдап отырады, есіңізде болсын. Екінші құлағымен әрекетке барады. Ол біздің ар жағымыздағын біліп отырады ғой бала деген. Сондықтан баланың психологиясымен санасу керек деп айтқым келеді. Фарида Амангелдіқызы өте үлкен жақсы тәжірибені айтып жатса, сізге көп рахмет. Енді арамызда министрлікке қарасты бізде арнайы орталық бар, солай ғой, иә? Үміт Томпайқызы осындай өзекті мәселелерді енді зерттеп, соған бір әдістемелік қолдау жасайтын орталықтың бірісіз ғой, сіз не айтасыз осы туралы? Қазіргі уақытта мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту жалпыға міндетті стандарттың негізінде балаларды ойын түрінде дамыту бірінші бізде қолға алынғалы 2 жыл болып қалды, иә. Сондықтан қазіргі уақытта бала ойын барысында баланың жетекші құралы ойын дейтін болсақ, тек сол ойын әрекетінде бала барлық сол мектепке дейінгі қалыптастыратын дағдыларын біздегі ата-аналардың көп ата-аналардың ықпалдастық жағынан қабылдамай жатқандықтан балаларда кішкене даму деңгейінде мектепке дейінгі ұйым мен ата-ана арасында ынтымақтастық кішкене алыстап жатады. Ата-ана бала тәрбиесінде тек қана баланы балабақшаға аман-есен алып барып, аман-есен алып кету деген міндет болмау керек. Балабақшаға бала ата-ана барған баласын бергеннен кейін, сол бала ерте жастан бірінші күні балабақшаның есігінен аттағаннан бастап, сол баланың қандай дағды қалыптастыратынын, және сол бала сол ерте жастан мектепке дайындауды бастаған қадамдары екенін жақсы түсініп алу керек та. Сондай бізде ата-аналар тарапынан сол бала тәрбиесі, баланы оқыту жағынан тек қана мектепке дайындау деген 5 жастағы асығыстық қадамдарынан көп біз баланың мінез құлқындағы, тәрбиелеудегі, оқытудағы қадамдардан ақсап қалып жатамыз. Сондықтан қазіргі уақытта мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуда баланы тәрбиеші педагогтар ойын түрінде оқытып дамытып жатқанда, ата-ана тарапынан үйде де сол әрекеттерді қайталауы, баламен бірге жұмыс жасауы қазіргі уақытта өте маңызды. Енді қазір ақпараттық технологияны айтып жатырмыз ғой, гаджеттер, телефондар деп жатамыз. Енді көп дамыған елдерді мысалға алып, тәжірибесін алып жатамыз. Енді бізде Малайзиядан келген бір спикердің сабағында болған кезінде, сол Малайзия елінде контенттерді шектейді. Балалардың жас ерекшелігіне ғана керегін, отбасына керегі деген ғана контенттерді қолдануға рұқсат етеді. Ал одан кейінгісін қолданып алу үшін олар не сатып алу керек, немесе жаңағы арыз жазу керек, өтініш жазу керек деген сияқты өздерінің мемлекеттен тіпті рұқсат алып қолданатын жағдайлары бар екен да. Ол телефонды баланы дамыту үшін қолданады екен. Сөйлей алмай отқан балалардың қимыл қозғалысын арттыру, бірге телефонға қарап билеу, қозғалу деген сияқты пайдалы жағынан пайдаланады да. Бізде енді қазір қоғамда жетпей жатыр телефон қолданудың мәдениетін қалыптастыру. Телефонды қай уақытта қолдануға болады, қалай қолдану керек, және оны қолданғаннан кейін қалай іске асырамын деген. Біздегі мектепке дейінгі ұйымда қазіргі жасанды интеллекті дейді. Енді біз қоғамның дамуы енді өркендеуден қалмауымыз керек қой. Жасанды интеллектіні қолдануды қазір қолға алып бастады тәрбиешілер. Ол жағынан қолданғанда сол телефонда жасалынған жасанды интеллектінің құрап берген шағын қысқа ертегілер арқылы тіпті баланың сөйлеуіне қызықтыру үшін неше бір дауыстарды келтіре отырып баланы қайтала, өлеңді жатта деген сияқты қарапайым дағдылармен бастап жатыр. Бірақ балаға ол телефоннан алыстатып қою тағы да мүмкін емес болғандықтан, ең бірінші бізге керегі телефонды қолдану мәдениетін қалыптастыру. Және бала тәрбие оқытуда, баланы мектеп жасына дейінгі тәрбие оқытуда үнемі ата-ана ықпалдастықта болудың маңызы зор екені өте қажет дүние қазіргі уақытта. Енді бұл белгілі нәрсе, ықпалдастық болу керек, жаңағы гаджеттерді пайдалану мәдениетін. Енді не істей аламыз? Жаңағыдай, мысалы, бір кейс айттыңыз да, өте көңілге қонымды. Бәріміз айтамыз, иә, бұл қиын болды. Ал не істеу керек? Бүгін жиналып отқан мәселеміздің бірі сол, иә. Қазіргі уақытта мектепке дейінгі ұйымдарда әртүрлі жобалар, бағдарламалар іске асады. Бұл ата-аналардың консультациялық
деген жоба ұйымдастырылады. Ол пунктке барып ата-аналар бала тәрбиесі бойынша ашы уақытта, кез келген уақытта кеңес алуына болады. Балабақшаларда қазір әжелер, аналар, әкелер мектебі деген бар. Жаңа айтып отырғандай, балаларды ерте дамыту институтында көптеген осы ата-аналар мен мектепке дейінгі ұйымның арасындағы ықпалдастықты арттыруға байланысты бағдарламалар, әдістемелік ұсынымдар береді. Тәрбиешілердің жұмысында ата-аналардың тікелей араласуы арқылы кез келген ашық есік күндеріне бару мүмкіндігін қалыптастыру бойынша жұмыстар жүріліп жатыр. Сондықтан ең бастысы бала тәрбиесіне көңіл бөлген ата-ана осындай жолдарды таңдай алады және жұмыс жасауға өзі белсене араласа алады. Дұрыс, шынында да қазір бір екі түрлі нәрсе бар да, ата-анаға көп нәрсе байланысты. Біріншіден, көп ата-аналардың уақыты жоқ. Өте сондай заман болды қазір, балаға қарауға уақыт жоқ. Екіншіден, ата-аналардың педагогикалық сауаттылығы жетіспей жатыр. Қазір балалардың ерекшелігі, қазіргі заманның өзгешеліктерін ескеріп, сол баласынан дұрыс тәрбие беруге педагогикалық сауаттылығы. Бала ата-анасының өзін оқыту керек болады. Сол туралы айтып отырсыз ғой, жаңағы әжелер, аналар мектебі дегеннің бәрі, консультациялық пункттың бәрі сол кеңес пункттерін, сол ата-аналардың сауаттылығын арттыру өте маңызды сияқты. Ал енді уақыт жоқ деген мәселені қалай шешеміз, оны мен білмеймін, мысалы, өте қиын. Осы әңгімені ары жалғастыратын болсақ, келесі президент түйіндейтін болсақ, жаңағы бала мен смартфон арасындағы байланысты. Онда біз мынандай бір мәселелерді шешуге болады. Барлық отбасында деп айта аламын, қазір әйтеуір бір бала бар, сөйлей алмай жүрген. Ол неге деген сұрақ? Ол бірінші оған кедергі болған сол смартфон. Қарым қатынасқа түспей қалған деген сөз ғой. Екінші, отбасындағы түрлі тілде сөйлейтін отбасы. Үшіншіден, ол баламен ешкім сөйлеспейді. Сондықтан да ол сөйлемейді. Осы ұшақ нәрсе. Оған дефектологқа, логопедке сүйреп қажет емес. Ал енді ең бір шешімі айтар едім мен, мысалы, бірлесіп кітап оқу деген. Бұл өз тәжірибемде біраз көрдім осы бірлесіп кітап оқу. Енді балалар жазушысы болғандықтан мен балаға арналған кітап қалай болады, қандай болу керек, қандай жағдайда бала онымен ол кітаппен сөйлеседі. Бұл жерде кітап оқуға жасы жетпеген бала да кітап оқиды. Неге? Өйткені кітап баланың сол кітап бетіндегі дүние баланы сөйлететіндей болып тұрса, ол нелер? Ол сюжет суреттер ғой. Ол бұрыннан біздің тәжірибеде бар дүние. Бірақ өкінішке орай соңғы уақыттарда тек қана бір мәтінмен жинақты түрінде ғана бір түрлі ертегілер жинағы, тағы әңгімелер жинағы болып шығара бастады да, сюжетті суретті кітаптар азайып кетті. Сондықтан мен өзім сол осы мәселені көтеріп, бала сөйлеу үшін алдымен бірінші кітап түріндегі оның көзінің алдында видеоматериалдан бұрын сюжетті сурет болу керек деген нәрсені қолға алдым. Қазір құдайға шүкір оның бір жақсы нәтижесін беріп келе жатыр. Балалар кітапханасында 100 кітап деген осы шағын әңгімелерден тұратын сюжетті кітаптарды мен жасап жүрмін қазір. Осы жерде қазір көрулеріңізге болады. Ол жерде қалай? Бала бірінші кітаппен достасады. Кітап оны ойыншығының біріне айналады. Яғни оның заты болып есептеледі. Біз 10-15 жасқа келген баланы кітап оқымайды, оқы деп жатамыз. Ол оқымайды ол. Өйткені ол 2 жас, 3 жасында көрмеген кітапты қайтып оқиды ол. Ол бала ерте жастан не нәрсеге жақын болса, соны өзіне жақын тартады. Мына Европада өзім куәгер болдым. Немерем сонда туылған, сонда ең алғашқы балаға ненің дәмін татқызса, сол дәм сода, сол өмір бақи соның бірінші жақсы көретін тағамы болады екен. Олар көбінесе ана брокколи дейді ғой, сол брокколи береді екен. Сондықтан олар өмір бақи сол брокколиді жақсы көреді, яғни көкөністі жақсы көретін болып өседі. Бізде ол қазақта құйрықтың майын сорғызады. Сондықтан біздің қазақтар сорпаны жақсы көреді. Қойдың етін жақсы көреміз. Біздің генімізде сол дүние. Міне, сондықтан ол әрбір ұлттың өзінің ұлттық ерекшелігі бар ғой. Ал енді осының барлығын баланың жадында сақталу үшін оны айтқанмен айту ол бір басқа, оны тыңдайды ау. Бірақ жаңағы кітаптың ішінде салып берсе, оның түрлі суреттермен қабылдайды оны. Өзіміздің ұлттық жаңағы ой өрнектен бастап және төрт түлігіміз бар.
тіпті түрлі өзіміздің дәстүріміз бар, соның барлығы сюжет соны қабылдайды. Сондықтан бірлесіп кітап оқу дегенде баламен кел кітап оқимыз десеңіздер, ол бала мен оқып жатырмын деп есептейді. Байқайсыздар ма, кейбір жас кезімізден өзіміз білеміз, ата анасы не болмаса әкесі аяғын айқастырып шалқайып жатып газет оқитын бір кезде, иә. Баласы жата қалып қасына аяғын айқастырады да тура газетті алып аузын жыбырлатып оқиды. Ол не дейді, ол үлкенге еліктеу ғой. Ендеше ол өте бір жақсы үлгі ол. Сол сияқты ата анасы бір уақыт қолына кітап ұстап жүрсе, бала да соған мен де сол затты ұстап жүруім керек екен деп құшақтап ұстап жүретін болады. Сондықтан осы бірлесіп кітап оқу дегенді айтар едім мен. Иә. Енді екіншіден ол мына екеуі де сол кітапты ұстағандықтан ол кітап өзі бір жаңа қасиетті нәрсе ғой енді. Адам бір-бірімен жақындасады. Ішіндегі әңгімесін бөліскеннен кейін ортақ әңгіме пайда болғаннан кейін рухани жақындасу дейміз бұны. Адам ішкі әлемімен жақындасатын болады. Міне, осы жөнінде айтайын деп едім. Ал енді осы сөйлеу жөнінде оның тілін сындыру деген бар. Иә? Ол үшін бала өзінің бір тілде сөйлеп, қай тілде болса тіпті, ана тілі тіпті жақсы, иә? Сол тілде жетік білгенге дейін сөйлетіп үйретсе, онда оның тілі сынған бала дұрыс сөйлейді. Осы тіл сындырып жүрген ортамызда маман отыр осы жерде. Менің ойымды жалғастырады деген ойдамын. Жақсы. Қайырлы кеш. Жаңа біздің әріптесіміз айтып жатыр ғой. Иә, дұрыс айтады, қазір аталар, әжелер, мектептері бар. Өзім әдіскер ретінде балалармен етене жұмыс жасаймыз. Балалардан бұрын біз қазір тәрбиешілердің білімділігіне көп назар аударып жатырмыз. Өйткені тәрбиеші өзіне бізге перспектива берілген, циклограмма берілген, бірақ соны дұрыс пайдалана алмаса, ол балаға не беріп жатқанын түсінбейді. Сондықтан қазір біз тәрбиешілерді оқыту үстіндеміз. Менің ұстазым Нұрша Алжанбайқызы бірінші айтады, алдымен тіл таңда дейді. Тілден кейін сосын сол тіліңді әрі қарай зертте дейді сіздің сөзіңізге. Ең бірінші бала неге сөйлемей қалды? Бала өйткені сіз айтқан смартфонды көп көрді. Ол соның ішіндегі маша болып сөйлегенді ұнатты оған. Ал енді біздің қазіргі жұмысымыз баламен бірігіп етене жұмыс жасап, балаға нақты әрбір сөздің ішіндегі әріпті, дыбысты үйрету. Ойын түрінде үйретіп жатырмыз. Қазір сатылай кешенді талдау технологиясы бойынша біз балаға бір А дыбысының 4 ережесі бар екенін үйретіп жатырмыз. Осы жұмысты бастап келе жатқан кезде қарсы шыққан ата-аналар болды. Не қажеті бар? Мектепке барғанда үйренеді. Етак жаздырып, қазір етак сабақ көп деген. Ал кейін осы жұмыс әрі қарай жақсы жұмыс істелініп, бала әріпті ғана білмей, оның дыбысын біліп, одан кейін оны буындап оқығаннан кейін ата-ана бізбен бірігіп, осы аналар, әжелер мектебінде осы іс талқыланды. Ең бірінші, біз айтамыз ғой балаға, қазақ тілінде қанша әріп бар деп. Мен балаларға өзім сабақ берген кезде былай айтатын іс әрекетінде, сендер ата-анаға, мамаңа, папаңа барып сұра, қазақ тілінде қанша әріп бар. Содан кейін дұрыс жауап берсе, енді қазақ тілінде қанша дыбыс бар деп сұрайды. Сонда жауап берген ата-аналарда болыпты, жауап бере алмаған ата-аналар болыпты. Сол кезде бала, ал мен білем, қазақ тілінде 42 әріп бар, 36 дыбыс бар деген кезде, менің кабинетіме жүгіріп келіп, сізге рахмет, бұл сатылай кешенді талдау технологиясы керек екен. Біз сатылай кешенді талдау технологиясын сіздер керек емес деп тұрған смартфонға салдық. Яғни біз тәрбиешілер дауыспен жазамыз, бала оны тыңдайды. Тыңдау арқылы дағдыға отырады. Яғни қазақша таза сөйлейтін болады. Міне біз осындай балабақшаларда балалармен, ата-аналармен осындай жақсы қарым-қатынас жұмыс жасап жүрміз. Өте рахмет. Айгүл Сұлтанбекқызы, көп рахмет. Енді мынау кітап оқу мәселесін қозғап кеттік қой. Алдыге сіз енді кітаптың авторсыз, болмысты баптау деген сөз қандай керемет. Осы балалардың болмысын баптауда сіздің анау жазған кітабыңыздың қандай алар орны болуы мүмкін? Мына неге жаңа микрофонна соңын айтсаңыз, сізде бір тыңдап қояйық. Жаңадан тұсауы кесілгелі жатыр. Иә. Осының кітабын. Мында шығып айтасыз ба? Камераға. Орнық берсін бағы? Орнық қосатып тоңды олар.
Нақтылап өте ұзақ емес, алдыки білесіз, эфир. Жаңадан тұсауын кескелі жатырмыз 11 күні. Керемет. Барамыз. ниеттеріңізге. Менің бірінші айтайын дегенім, мектеп осы көп уақыт жабық мекеме болды ғой. Сондықтан оған басқалар жолатқан жоқ. Енді қазір ашылып келе жатыр. Міне мына Фарида ханымның несінде мектеп, балабақша ашылса, мектеп ашылса қоғам, ата-аналармен жақсы қарым-қатынас жақсы болса, біраз мәселені шешуге, түпкілікті бәрі шешпейді, но біраз мәселені шешуге болады екен. Сондықтан кітап оқу мәселесі бұл қазір мектеп болсын, балабақша болсын, ата-аналардың көмегіне зару. Өйткені онсыз шешілмейтін. Оны баяғыда ерте кезде Абай атамыз айтып кетті. Мынау ең бірінші, сол мен осы кітабымда айтайын деген ойларымның біріншісі, мынау қаша бір бала ғылыммен, бала ғылым білімді махаббатпен көксердік болса, сонда ғана оның аты адам болады дейді. Мектеп білім беретін жер. Осы мектепке, білімге махаббатын оятса, баланың оянса, одан жақсы адам шығады. Қазір президентіміздің айтып жүрген адал адамы сол, ал адам. Сондықтан қазір мұсылмандардың негізгі кітабы Құран болса, қазіргі тәрбиенің Құраны несі кітабы Абай болу керек. Өйткені Абай ертерек кезде айтты. Міне мына жерде Көп нәрсе жазыпсың. Адамның осы махаббаттың шығатын несі негізінен бәрі жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздар болады. Осы үшеуі біріккен кезде бала адал адам шығады. Білімге махаббаты оянады адамның. Талап, ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады деп өзінің қара сөзінде айтып кеткен болатын. Сондықтан менің мынау кітапты ұсынып отырғаным мектепте президенттің айтқан адал адамды тәрбиелеу үшін адал адамды тәрбиелеу үшін адамның болмысы ақылдан тұрады, қайраттан тұрады, жүректен тұрады. Осыны адам баласы оқыса, білім алса, ғылыммен шұғылданса, солардың бәрі ыстық қайратқа, жүрегі жылы жүрекке, ақылы нұрлы ақылға айналады. Міне осыдан барып адал адам шығады. Міне осы мектепте тәрбиеленеді бала. Сондықтан бұған әрине ата-ананың көмегі керек, қоғамның көмегі керек, сосын мектептің көмегі керек. Жалғыз мектеп бұл мәселені шеше алмайды. Өйткені қазір заман көрсетіп отыр. Сондықтан мынау менің кітабымда осы үшеуімен бәрі айналысылады. Ата-аналар негізінен балаға ақыл үйретіледі. Ақыл дегеніміздің өзін қалай ұстау, жұртпен қалай араласу, өзін қорғай білу, білімнің керек екенін түсіну, ғылымға ұмтылу ата-ананың несінен. Өйткені баланың, Абай атамыз айтқан, баланың Абай атамыз былай айтты, егер басында айтса әке жарлық дейді, ағайын табылмаса ой саларлық. Ағайынның басқа адамдардың барлығының сөзі ой салады балаға, ал әкенің сөзі, шешенің сөзі жарлық, айтуын орындалады. Міне мына кісілерді айтып отыр, әке айтса, әке көңіл бөлсе, әке бірдеңе істесе, әке де шеше де айтса, бала иіледі, бала бұрылады. Олар айтпағаннан кейін бала бұрылмайды. Сондықтан бұл жерде әрине қоғамның, мектептің, ата-ананың өзара бірлігі болды. Тіпті үйлестіретін бір қоғамдық ұйымдар болса керемет жақсы болар еді. Мектептерге осыларды мына сияқты ашып, мектеп басшылары, ата-аналар сол жұмыстарды ұйымдастырса керемет болар еді деймін. Мен сол осы кітабымда міне адамның ақылын, қайратын, сосын жүрегін қалай баптау керек екені туралы айттым. Осын талдап бердім. Мысалы бір нәрсеге назар аударыңыздар, міне. Мен сіздерге айтайын, міне. Адамның бірінші шартында, міне өзінің 31-ші қара сөзінде Абай айтқан мынандай,
абай өз сөзінде міне мынаны былай талдап берді, міне күрекері байлаулы берік болмақ керек адам. Содан кейін барып білім алу үшін ең бірінші материалын, оқу материалын түсіну керек. Егер түсінбесе бала әрмен қарай қызыға алмайды, одан шабыттан алмайды, оны әрмен қарай дамыта алмайды. Ең бірінші түсіну керек. Ата ұстаздарды жақсы біледі осыны. Бұл кім? Міне сондықтан да осыған назар аударса, міне осы жолын мұғалімдер үйретсе, ата-ана не болмаса ненің несін. Міне тағы бір толық адам болудың, жақсы адам болудың бір шарты ыстық қайрат. Ыстық қайрат қалай пайда болады адамда? Міне ең бірінші күш керек адамға. Күш спортпен шұғылдану, қозғалыс, сосын қуат керек. Қуатты болу үшін тамақтану керек, дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтанбаған баланың түбінде әгінде айтып отырған мына кісілер, денсаулығы дұрыс болмайды, бір жерден шығады, әйтеуір. Сондықтан ата-ана болсын, қоғам болсын, осыған назарда үйрететін болса, міне бала жақсы болады. Одан кейін талап. Талаптың жігер деген әрбір адамда болады екен, табиғи дүниесі. Жігерсіз адам болмайды, бәрінде болады. Ал талап, абай атамыз айтқан осы талаптың 6 түрін айтты. Осыны бөліп тұрып көрсетті. Осы талап болмаса, әрмен қарай даму қиын баланың. Өйткені адам баласын таудай талап керек. Жақсы алды екен. Көп рахмет. Отыр берсің. Келесі слайды көрсек, міне біз бір-екі мәселені талқылап тастадық. Келесі. Келесі ғой. Иә, дұрыс. Бірлесіп еңбек ету. Ал осы мәселе төңірегінде. Енді біз қазір сіздермен ерте жастағы баланың мынау өмірге енді ғана қадам басқан баланың әрекеті туралы айтып жатырмыз. Егер осы айтып отырған біздің ойымыздағының барлығы сол баланың ерте жастан бастап бойына даритын болса, онда өздеріңіз сияқты осында отырған азамат болған кезде 4 құбыласы түгел абай айтқан толық адам болып шығады. Енді ол қайда? Оның нәтижесі, оның ең басты тетігі оның еңбекте жатыр. Біз өзінің затын өзінің орнына қоюды үйреткеннің өзі үлкен күш. Әр отбасына қарасаңыз, ана затыңды ана жерге қой дегеннің өзін дағдыға айналдыру үшін оған бірнеше рет оған бару керек. Бірақ ол үшін жұмсай берсеңіз, ол тіпті кейде жалығып та кетуі мүмкін. Бірге апарып қойсаңыз, не болса өз затыңызды қойып тұрғаныңызды көрсетсеңіз, ол да қояды. Көрген істейді ғой, Ал мысалы балабақшада ол қоғамдық орын болғандықтан бұл кісілер үйретеді кәдімгідей. Өзінің затын өзі реттей алмаса, бала өзін өзі әлі реттеуге дайын емес деп есептейді. Яғни балабақшаға ол әлі келуге дайын емес деп есептейді әуелі. Неге? Өйткені 2 жастағы бала бейімделу керек. Ол еңбектің ең алғашқы қадамдар. Ал енді үйде отбасында қалай үйрету керек? Жұмсай берсең бала кім болады? Одан былай құлға айналады, жұмсай берсеңіз. Ол құлдық бір сана пайда болуы мүмкін. Мен біреуге қызмет етемін деген. Ал өзі қызмет етуге үйрету үшін ендеше сіз айналысып жатқан әрекеттің бір бөлшегін бір шетінде тұрып істеп көрсе, сонда ғана ол содан бастаса, сонда ғана ол еңбекке тәрбиеленеді деп ойлаймын. Ол қарапайым анасы ас пісіріп жатыр. Соның дайындығының өзі бірнеше кезеңнен тұрады. Соның біреуінің өзін соған жауапкершілікпен қойса, күнделікті бір балаға, не болмаса 2 бала, қанша бала бар, бөліп берсе, ол көмектесу деген айтамыз біз оны. Ол көмектесу өзі алдын, ол көмектесу болғанымен, ол баланың еңбек етуі болып жатыр, әрекеті. Ал енді осында мен осы балалардың ерте жастан еңбекке баулудың бір шарттарын білу үшін мен өз тәжірибемді өткізіп көрдім осы кішкентай немерелермен. Сонда байқағаным жаңағы олардың ең жақсы көретін асын пісіреміз дегеннен бастап 2 білегін сыванып дайын тұрады. Ол не? Ол торт қой енді, Әлі торты бар, бәліші бар, басқасы бар. Ал енді бірге дайындаймыз деген кезде ол тіпті оған құлшына кіріседі. Міне осы баланың тура сол өзінің екпіндеп, өзінің құлшып тұрған кезінде сол әрекетке, сол процеске кіргізіп жіберсеңіздер, ол оған бұдан кейін
келесі қашан, енді қашан болады, мен қашан сол іске араласам деген ішінде бір сұраныс болады. Ол не деген сөз? Ол еңбекке деген еңбек қабілеттілігі ашылады да, ақырындап ол біртіндеп өзі де сондай әрекеттің бірнешеуін қатар жүргізіп кеткенін өзі де байқамай қалады. Иә, сол кезде не пайда болады? Балада жауапкершілік пайда болады. Мен өзім жасаған затым өз орнында тұрды, одан бір нәтиже көрдім. Я ол дәмді көрген адамдар рахмет айтты, не болмаса жеткізген берген адам тағы да риза болды дегендей. Сөйтіп отырып, ең соңында қандай нәтижеге жетеміз? Отбасында бірлікке әкеледі. Бірлесіп жұмыс істеу, бірлесе еңбек ету деген осы. Біз осы көмектесеміз бір-бірімізге, еңбек ету үйретеміз дейміз, бірақ бірлесіп еңбек ету дегенді кейін назардан тыс қалдырамыз. Сондықтан үлкен болсын, кіші болсын бірлесіп еңбек еткенге үйреткен әрине ерте жастан абзал деп ойлаймын. Жақсы. Енді жалғастырасыздар. Мына еңбек етудің тұсында біз кішкене бір қателіктер жібереміз, иә. Мысалға, отбасындағы 3-4 бала болса, соның әрқайсына бөлек-бөлек жүктеме беру мақсатында баланы кішкене өзімшіл эгоист қылып жібереміз. Мысалға, Айзада, сен бүгін мына бөлмені жинайсың, Бекзада, сен бүгін плюс ұстайсың, Айгерім, сен посуды жуасың, деген сияқты, ыдыс-аяқ жуасың дегенде, ана бала алады да, мен ыдыс-аяғымды жуып болдым, бітті, қалған сенікі. Бұдан бар ғой, не туындайды? Мен енді өзім практикамдан айтайын сіздерге. Бұдан әр бала өзінің шіл болып кетеді. Эгоист сандай қарым-қатынас пайда болады деп айтқым келеді. Енді жаңағы осының алдында болған тақырып бойынша мына ағай да айтты ғой, кітапқа қызығушылық, кітапқа оқуға баулу деп жатыр ғой, бәрі содан шығады да. Біздің балабақшада Арман баспасының автор мына кісі Бежан Құрманғалиевна ерте 3 жастан кітапқа баулу, кітап оқуға баулу деген жобаны алып отырмыз. Ол қалай іске асып жатыр? Ол жерде 10 кітап бар, түрлі түсті, әртүрлі әдемі суреттермен боялған. Ол 3 жастан бастап балаға біздер тәрбиешілерге бердік бөліп. Ол тәрбиеші оны ары қарай қалай іске асырады өзінің шығармашылығы. Бірақ біз сол балабақшаның ішіндегі аталар, әжелер, мектептері бар ғой. Одан бөлек балабақшаның бір мындай бос алаңында кітапхана бұрышын ашып қойдық. Сол кітапхана бұрышында балалар келіп, 10 кітапты сонда бір мезгілде 10 баламен жұмыс жасайды. Бала қолына 10 кітапты әрқайсынан таратып береміз. Сол 10 кітапты алған уақытында апайы тапсырма береді. Ал кітапты көріп тұрсыңдар ғой. Қандай кітап? Ол кітап мынандай қалыңда емес, басқа баспалар сияқты. Балаға жұқа, қызығушылығы бар, бала қызығатындай демонстрациялар, иллюстрациялармен, қызылды жасылды суреттермен сондай. Тартымды. Сонда ол бала анан әрқайсысы алады да, сосын апай тапсыра береді. Ал кітаптарыңыздың сыртында қандай сурет бейнеленген? Әр бала қарайды да, біреу айтады, менің кітабымның сыртында менің кітабымның сыртында алма тұр дейді. Екінші бала мақсат сенде не тұр? Менің кітабымның сыртында жаңағы қалам тұр дейді. Үшінші бала айтады, менің кітабымның сыртында мысық тұр. Төртінші сөйтіп әркім элементарно қарапайым өзінің кітабының сыртындағы суретті айтады. Оның өзі балаға тіл байлығын дамыту мақсатында кітапқа деген қызығушылығы. Бала уже ана кітаптың ар жағын ашсам деп тұрады. Оның ар жағында не бар екен? Мен нені көрсем екен деп тұрады да. Неге көрсетейік? Камера. Кәне беріңіз көрсетейік. Сонда, міне, көрдіңіздер ме? Мынандай неше түрлі 10 кітапты балаға біз таратып береміз ғой. Сол берген уақытына сосын апай айтады, ал осы кітаптарға жақсы, алманың түсі қандай екен? Алмаға сипаттама берші дегенде айтады ана бала. Алманың түсі жасыл, ол алма дәмді, тәтті екен көрініп тұр дейді, баланың тілімен. Екінші айтады, сен мысығың қандай екен? Мысықтың түсі қандай? Мысықтың түсі ақ, жүні үлпілдек деп. Сөйтіп кетеді, әрқайсы әңгіме не істеді ғой. Енді мына кітаптың ар жағын ашуға қызығып тұрады бала. Содан кейін ол кітапты ашқан сайын ары қарай сөйтіп осы кітап бойынша шағын ғана әрқайсы мысық туралы, алма туралы, мысық пен жаңағы кім жауын құрты дос болыпты, балалар, әңгіме құрайық. Олар келе жатқанда не көріпті? Алманы кездестіріпті, не істепті? Алманы бөліп жепті ма, или досына беріпті ма деген сияқты сұрақтар қою арқылы ары қарай баланы қызықтырады.
Содан кейін ол бала кішкене ертегі әңгіме шықты ғой, өз ойларына еркін тақырыпта. Оны алады да анимация түрінде қазіргі жаңа дамыған технология бар ғой біздің, искусственный интеллект деп жатырмыз, болмаса жаңағы анау телефондарға салып мультфильмдер түрінде баланы қызықтыру мақсатындағы мынандай бейнелерді қосымша тапсырмалар арқылы, жаңа робот техника кабинетіміз бар, лего кабинетіміз бар, сондай жерлерде смартфондармен мына жасаған әңгімені біздер кәдімгідей жаңағы мультипликация жасап экранға шығарамыз. Сонда балалардың өзінің мына кітаптан туындаған, суреттен шыққан әңгімелерін өз ойларынан құраған ертегі болып шығады. Содан сөйтіп келген уақытында ол баланың еңбегі ғой. Соңында балаға кімнің мысалға несі қызықты болды деген сияқты баланы марапаттау басталады. Смайликтер береді, жұлдызшалар береді балаға. Сөйтіп тәрбиеші бір жағынан өзінің еңбегін, шығармашылығын көрсетеді. Баланы еңбекке тартады. Келесі тапсырманы береді, ата-анаға қосымша тапсырма береді. Ата-анасына айтады, сіз мына ертегіні оқығаннан кейін баланы әрі қарай тағы не болады екен деген сияқты қызықтыру мақсатында үйден сіз ертегі құрастырыңыз балаңызбен деген бергенде, бала мынаған әрі қарай ертегі құрастыруға дайындалып келеді. Міне осындай бізде де жұмыс бар. Ол да еңбекке баулудың бір түрі. Бұл жерде бір ең бастысы қараңыз. Бұл жерде кітапты ашу, оны сөреден алу, қарап болғаннан кейін, оқып болғаннан кейін ол кітапты қайттан жауып, сөреге қайттан қою. Ол неге тәрбиелейді? Баланы ұқыптылыққа, қызығушылыққа, ол заттың келесі уақытта қажет екенін, оның бағасы бір 100 теңге болса да, ол қымбат тұратын дүние екенін бағалай білу керектігін түсіндіреміз. Бұл еңбектің ең маңызды бөлігі деп ойлаймын. Тамаша. Осындай. Қосарларыңыз бар ма, Айгүл ханым, сіз? Иә, қосарымыз өте көп, өйткені шынымен бірлесіп еңбек ету бұл анаға да, балаға да және тәрбиешіге де өте көмегі мол. Қазіргі заманда ертегі оқып беретін әжелер аз. Себебі әжелеріміз қолы тимейді. Аналарымыз кредит төлеймін деп, олардың да уақыт жоқ. Ал әкелеріміз азынан кешке дейін олар да жұмыста. Тек қана жақсы уақыт табатын кез біздің тәрбиешілердің де ұйықтар алдында 5-10 минут уақытымызды алып, балаларға ертегі оқып береді. Және осы оқыған ертегіні енді сіздердің үйде мамаларыңыз аяқтап берсін дегенмен аяқтаймыз. Сонда мамасы, баланың анасы ұйықтар алдында сол ертегіні оқып аяқтап береді. Міне бірлесіп жұмыс істесеңіз, бірлесіп жұмыс жасайтын болсақ, біздің ұлтымыз да, біздің Қазақстанымыз да өрлейді деген сенімдеміз. Біздің президентіміз Кемелұлының ең бірінші айтатын біртұтас бағдарлама бойынша адал адам, адал еңбек және адал табыс дейді. Дәл осыған біздің еңбегіміз де сүйеніп келіп отыр деп ойлаймын. Жақсы. Енді Ләззат Дүйсебайқызы, сіз бір пікір айтам деп едіңіз. Жалпы осы қазақ тілді оқулық, енді мынандай әдебиеттер бар екен, мына Бижан Құрманғалиқызына рахмет. Ал енді видео контенттер балалар енді кітап оқығаннан гөрі солар баршаңызға енді ортақ сұрақ қою, сол жеткілікті ме? Біз балаларымыздың барлығы мынау смартфонды ашып қалса бәрі орыс тіліндегі, ағылшын тіліндегі, балалардың қазақ тілінде сөйлей алмай қалып жатқаны, ағылшын тілін үйреніп жатқанның барлығы сол видео контентке байланысты ғой. Енді ішінде оларға қызық қылып жасаған. Біздің жағдайымыз қалай? Осы тұрғыда пікірлеріңіз бар ма? Өйткені біз енді ұсыныстар айтуымыз керек қой. Иә,